Қайырлы күн достар, ыстық күні шөліңді қандыратын өте дәмді лимонадтың рецебімен бөлісемін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все деп таңдап қойыңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепт жүргенімді қалайсыздар, соны комментке жазып кетсеңіздер болады. Ыдысымызға апельсин, лимон және лайм тілімдерін салып, жалбыз жапырақтарын саламыз. Ыдысымызға салғаннан соң ұсақтағышпен осылай қолмен басып ездім. Блендерге салсаңыздар да болады. Яғни жемістердің соғы шыққанша осылай еземіз. Енді оны ыдысымызға салып, оның үстіне мен қатқан малина мен клубника салдым. Өзіңізге ұнаған басқа жеміс түрін салсаңыздар болады. Оның үстіне барбадос сиробын қостым. Менде бары осындай. Барбадос сиробының түрлі дәмдері болады. Мохито дәмімен қоссаңыздар да болады. Енді оның үстіне тоңазытқышқа салқындатып алған газдалған су құямыз. Араластырып жібереміз. Мінекей біздің үй жағдайында тез дайын болатын әрі дәмді лимонадымыз дайын. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны жақындарыңызға таратып, қолдау білдіріп қойсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын.